Құрметті оқушылар, енді айтқанымдай мына көрсету керек. Аккумулятор батареяларын зарядтауды бұл үйдің жағдайында, себебі үйде сыртта бұл негізінде есептеледі. Оның есептелетін түрлері көп. Кернеумен зарядтау аккумулятор батареяларын, ампермен зарядтау варианттары бар. Мен осы 8 жылдан бері ампермен зарядтау вариантында жүрмін. Себебі ол жеңіл де есімде қалып қойған осы формуласы. Енді соны түсіндіріп көрейін. Біздегі қолда бар аккумуляторымыз 65 амперлік аккумулятор. Ал енді осы сандар қазір сөйлейді. Қиын ештеңесі жоқ, мұқият тыңдасаңыздар болады. Мына бірінші 65 амперлік аккумуляторда біз 2-ге бөлеміз. 2 дегеніміз бұл тұрақты сан, зерттелген, есептелген. Сонда 32-де 5 ампер шығады. Осы 32,5 амперді біз 10 сағатқа бөлеміз. Сонда 3,25 ампер шығады. Неге 10 сағатқа? Жалпы бізге қанша сағат керек зарядталатын? Сонша сағатқа бөлеміз. Бізде, яғни, егер неғұрлым біз көп зарядтап, көп уақытта аз ампер күшімен зарядтасақ, соғұрлым ол сапалы әрі тиімді болады. Сондықтан да үй жағдайында автолюбитель дейміз, автокәсіпқой. Мен өзім кешке жатарда үйге алып келемін де желдеткіш, яғни қауіпсіздік техника ережелерін бәрін сақтаймыз. Желденетін, яғни иіс қоңыс кететін бөлмеге, яғни ешкім жоқта үйде әбден жатар кезде 10 сағатқа зарядтаймын. Енді осы 10 сағатқа зарядтағанда 3,25 ампер шықты. Бұл 3,25 ампермен 10 сағат бойы зарядталады деген сөз. Енді осыны қазір біз көрсетеміз. Мынау алдымыздағы тұрған аккумулятор батареясы. Оның алдында міне дайындап қойдым. Оның алдында, яғни бізде түзеткіш, яғни выпрямитель бар. Выпрямительді тоққа қосамыз. Тоққа қосқаннан кейін оның оң заряды бар. Оң зарядын мына қызыл міндетті түрде қызыл мен оң зарядын полюстерді қосамыз. Келесі жағы сол заряд. Полюстерді қосып болғаннан кейін, мына жерде тағы бір айтып кететін жағдай, жалпы мынау банкісі жабық түрдегі аккумулятор батареясына жатады. Бұл жабық батареясын жабық түрдегі болған себептен оның банкі көрінбейміз. Егер де батареялар бар аккумуляторлар болатын болса, ол банкілерді ашып қойып, қақпақтарын ашып қойып зарядтаймыз. Оны мен сіздерге басқа нұсқада көрсеттім. Енді осы екі полюсын жалғағаннан кейін біз выпрямительді тоққа қосамыз. Міне қосылды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осы жерде жаңа айттық, біз 10 сағатқа зарядтайтын болсақ, 32-де 5-ті 10-ға бөлдік. Яғни 3,25 шықты. 3,25 шығатын болсақ, мына жерде көрсетілген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ампері көрсетілген. Яғни біз 3-ке қоямыз. 3-ке қоямыз, сосын есептеп сол уақытында аламыз. 60-тық аккумулятор болатын болса, яғни 3-ке қоямыз. 3,25, яғни 9 сағаттың шамасында аламыз. Біз артықта зарядтамауымыз керек, және кемде зарядтамауымыз керек. Осы жалпы түсіндіретін, уақыты келген уақытта ажыратамыз. Көзбен көріп, қолмен ұстасын деп көрсетті. Жалпы осы түсіндірмегім. Енді аккумуляторын осылай 10 сағат бойына тұрады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.